Дәл осы заттардың барлығын қалай тегін алдық, осы видеомда айтып беретін боламын. Кешегі өткен Алматы марафонына менің жігітім қатысқан болатын. Яғни ол жерде көптеген компаниялар спонсорлық жасап, әртүрлі сыйлықтар дайындап қойған екен. Инстаграмға суретін салып, белгілеп, әртүрлі сыйлықтарды ұтып алуға мүмкіндік бар болды. Маривен компаниясы осындай 2 велосипед қойып қойған екен. 2 адам осылай қатты айдап жарысады. Соның арқасында олар өздерінің өнімдерін береді. Осы велосипедке енеміз екеуміз отырып, айдап, соңында осындай сыйлықтарын ұтып алдық. Ал ішінен не шыққанын көрсетейін. Бигбонның осындай чипсыйы, Ролтонның картофельный пюресі және Ролтонның лапшасы шықты. Сол Маривен компаниясы былай өткендерге де беріп жатыр, Инстаграмға белгілегендерге де беріп жатыр, және ыстық суды қайнатып қойған адамдарға осылай кезектесіп лапшаны да беріп жатыр. Обедімізді сол жерден ішіп алдық. Кейбір компаниялар өз өнімдерін сатып жатыр, соның бірі Мело. Яғни осы мини салфетканы сатып алсаң 770 теңгеге лототронның ішінде жасырылған қағаздағы әртүрлі сыйлықтардың біреуін ұтып алуға мүмкіндік болды. Енем қатысып осыны ұтып алды. Келесі Яндекс компаниясы, бұл жерде осындай лақтыратын нәрсені атын не дейтінін ұмытып қалдым. Басында магнитигі барды, осы ортаға тигізуің керек. Сол ортаға үшеуі де ортаға түскен жағдайда телефон держатель, сосын жаңағыдай фруктовый батончик па, сондай бір шоколад па, бір нәрсе ұтасың. Ал біз ортасына тигізе алмай қалдық, сол үшін осындай стикерлерді ұтып алдық. Келесі компания Nivea. Бұл жерде де суретке түсіріп, Инстаграмға белгілеп, осындай дезодорант ұтып алдық. Және сол жерде моментальный фото бар екен Nivea-ның. Ол фотоға да түсіп алдық. Келесі компания Flyarts-тан. Бұл жерде әртүрлі ойындар ойнатты. Сосын бір үлкен коробка пакетик беріп жатыр. Білмедім, бірақ оның ішінде не бар екенін. Бұл ойынға қатыса алмай қалдым. Бұл компанияның ойнатқан соңғы ойыны бос рюкзактың ішіне жерде жатқан әртүрлі заттарды салу керек екен. Соның салмағы ровно 5 килограмм болған жағдайда осы Flyarts-тан бір билет ұтып алады екенсің. Мен қатысу үшін өз кезегімді күтіп тұрған кезде басқа біреу ұтып кетті ғой. Келесі қатысқаным игровой автомат па, мына жерде не дейді, сондай бір нәрсе. Кранды көтересің, соның ішіндегі шариктерді алған кезде барлығына бірдей осындай зубный паста шықты. Размері көріп тұрғаныңыздай. Бұл ойынға да біз енеміз екеуміз қатыстық. Әрбір қатысушыға осындай қағаз берді. Яғни Вольтарен деген мазь ба, крем ба, соны акциямен 1000 теңгеге алуға болады. Осы қағазбен бар. Бұйырса, осы аптекадан алатын боламыз. Алматы марафонының ең басты спонсоры әрине ол Каспий KZ. Қараңыздар, қандай әдемі үлкен медальмен фотозона жасап қойған ғой. Одан бөлек Каспий KZ осындай 2 түрлі айна қойып қойған. Әр қадамың жетістік, және де артқа қарама, тек алға ұмтыл деген жазулармен осындай үлкен 2 айна жасап қойған. Осы жолы Каспийдің сыйлықтары таусылып қалыпты, мен қатысып үлгере алмай қалдым. Бірақ Каспий KZ моментальный фото қойып қойыпты. Соған естелік үшін отбасымызбен фотоға да түсіп алдық. Айтпақшы, Flyarts-таннан осындай әдемі стикерлер алдық. Осы күні басыма күн өтті ма білмеймін, әйтеуір басым қайта ауырып, үй жақтағы жақын жерде орналасқан смолға барып, обедімізді іштік, сөйтіп үйге барып мен ұйықтадым 2,5 сағат. Ұйықтар алдында көзім осылай қызыл болып тұрған, ұйқыдан тұрсам да сол қызылы әлі кетпеді. Ол қызаруы неден болуы мүмкін, комментарияға білсеңіздер, жазып кетіңіздер. Мен бүгін кешкі ас пісірген жоқпын. Бәріміз бағанағы ұтып алған лапшаларымызды жеп алдық. Алдағы уақытта қызықты видеолар салатын болам. Парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.